банкілердің ішінде 90% жағдайда осы алаяқтарын сыбайластырып отыр. Себебі олар пайызын алып отыр. Зейнеткер апай 20 миллион кредит тіркеген. Қалай тіркейсіздер? Білесіздер ғой төлемейтінін. Қалай ұяттарыңыз жоқ осындайда азаматтарымыз қарызға кіргізіп? Үндемей осы өткенде осында жауып тастайықшы осын деп. Біреуін қарсы оласыңдар, жоқ болмайды, 11 мың банк қызметкерлер жұмыссыз қалады. Қалсын жұмыссыз. Енді біз банкілер пайда табу керек деп, енді бүкіл азаматтар жылатып қойып жүреміз ба? Неге тоқтатпаймыз соны? Өткенде де осыны ұсындық, жоқ, біз қарсымыз дейсіздер. Сонда кім құқығын қорғап жатсыз? Сонда президенттің айтқан тапсырмасы бұл заңмен орындалмайды, бірден айтайын. Себебі банкілерге экономикаға кредит беру тиімді емес, 17%-ға немесе ипотека беруге тиімді емес, 35-40%-ға азаматтарды қарызға кіргізіп, оларда ертең жұмысқа отырамайды, счеттары бұғатталған, мемлекеттен шығармайды, ол адамдар жұмыста да істей алмайды қарыздарын қайтару үшін. Бірақ банкілерге бүгін біздің азаматтарды қарызға кірісіп қойған жақсы, себебі олар үнсіз баратта, я соттасамайды, я адвокаттар жоқ. Баратта сол амал жоқ, қарыздарын төлеп жүреді. Сонда біздің заңдардың барлығы банктер үшін ба, азаматтар үшін ба? Онлайн алаяқтық бойынша 26%-ға өткен жылға қарағанда өсті. 2 есе онлайн кредиттер бойынша алаяқтық өсіп келе жатыр. Соған қатысты арыз шағымдар көп. Тек қана 2 аптаның ішінде 300-дей астам азаматтар өз арыздарын берді. Біз қанша заң қабылдадық деп мақтанып айтқанмен де осы жерге заңмен келет бізге, біз қатал ұсыныс береміз, бірақ өкінішке орай ол барлық ұсынысқа үкіметтің атынан бізге теріс заключение береді. Сол арқылы біз қабылдай алмай жатырмыз. Мысалы 23 жылы мен бірден келгеннен кейін біз мынандай бір ұсыныс бердік. Кезінде Бағдат Мусин кезінде барлық азаматтарға онлайн кредитті рәсімдеуге рұқсат берілген, және оны ЕГОВта тұр барлығы келіскен сияқты. Біз айттық, ешқандай проблема жоқ. Әр адам келісімі емес шектеулер тұрсын, бірақ әр адам керек болатын болса онлайн кредитке кірсінді, бірақ минутте мен келісемін деп арғарай кредиттің рәсімдей берсін. Неге? Көп жағдайда ауылда тұратын азаматтар 2 миллион адам интернетке ешқандай қол жетімді жоқ. Бірақ олар өз үстінен онлайн кредит ешкім алаяқтар, оның ішіне банк қызметкерлері тіркемес үшін ол алдымен қалаға келіп, интернетке кіріп, үлкен кісілер әжелерімізге дейін өз түрін көрсетіп, ана жерде шектеу қою керек. Сонда біздің заңдардың барлығы банктер үшін ба, азаматтар үшін ба? Міне бүгінгі ақпарат бойынша дәлелін тауып жатыр. Біздің осы онлайн алаяқтық бойынша 26%-ға өткен жылға қарағанда өсті. 2 есе онлайн кредиттер бойынша алаяқтық өсіп келе жатыр. Соған қатысты арыз шағымдар көп. Тек қана 2 аптаның ішінде 300-дей астам азаматтар өз арыздарын берді. Біз кездестік, көрдік. Бір-біріне барлығы ұқсас. Қандай ұқсастығы бар? Бірінші кезекте тағы да бір мемлекеттік органдардың үлкен заң бұзушылығы, ол да Бағдат Мусин кезінде 2020 жылы пандемия кезінде барлық банкке азаматтардың орнына электронды цифр қолтаңбасын қоюға рұқсат берген. Ешқандай оған бақылау жоқ. Адам бармайды, өмір ол банкке кірмеген, бармаған, бірақ оның орнына электрон цифровой қол қояды, келісім шарттан бастап кредитті ары қарай ақшаны аударумен айналысып келе жатыр. Неге тоқтатпаймыз соны? Өткенде де осыны ұсындық, жоқ, біз қарсымыз дейсіздер. Сонда кім құқығын қорғап жатсыздар? Мен әріптесім Бақытжан Базарбек айтқандай, менде де сондай күдік бар. Банкін лоббилары біздің мемлекеттік органда отыр. Ешқандай оған талаптарды қойылмаған. 2 жыл болды айтып келе жатырмыз. Біз айттық қой, бірінші рет адам барған кезде міндетті түрде жазбаша қол қою керек. Өзі қолмен қағазға жазу керек. Мен несие алуға дайынмын, биометрияға өтіруге дайынмын, электронды қол қоюға рұқсат беремін. Жоқ, ондай шектеулер жоқ. Қанша айттық, біреуін қабылдамадыңыздар. Міне бүгінгі нәтиже. Экономикада 37 триллион кредит берілсе, 23-і ол жаңа тұтынушылардың кредиті. Сонда президенттің айтқан тапсырмасы бұл заңмен орындалмайды, бірден айтайын. Себебі банкілерге экономикаға кредит беру тиімді емес,
17%-ға немесе ипотека беруге тиімді емес, 35-40%-ға азаматтарды қарызға кіргізіп, оларды ертең я жұмысқа отырамайды, счеттары бұғатталған, мемлекеттен шығармайды, ол адамдар жұмыста да істей алмайды қарыздарын қайтару үшін. Бірақ банкілерге бүгін біздің азаматтарды қарызға кірісіп қойған жақсы, себебі олар үнсіз барады да, я соттасамайды, я адвокаттар жоқ. Баратта сол амал жоқ, қарыздарын төлеп жүреді. Сонда біз өз тарапымыздан бүгін мемлекет тарапынан осы азаматтарды қолдап жатырмыз. Сосын тағы да бір ең үлкен мәселенің бірі. Мынау қарыздың деңгейі. Егер азамат заң бойынша банкіге баратын болса, өз айлығы 400 мың болса, 200 мыңнан асырмау керек қарыз. Бірақ біз қараған онлайн алаяқты кредиттер банкілерде ішіндегі, Бақытжан Базарбек айтқандай, банкілердің ішінде 90% жағдайда осы алаяқтарын сыбайластырып отыр. Себебі олар пайызын алып отыр. Өткенде бір банк қызметкері айтады, сіздер қанша заң шығара беріңіздер, бізге банкын басшылары айтты, бере беріңдер, тоқтамаңдар, тексермеңдерді. Міне, айлық сәйкес келмейді, зейнеткер апай 20 миллион кредит тіркеген. Қалай тіркейсіздер? Білесіздер ғой төлемейтінін. Қалай ұяттарыңыз жоқ осындайда азаматтарымыз қарызға кіргізіп? Үндемей осы өткенде осындық, жауып тастайықшы осын деп. Біреуін қарсы оласыңдар, жоқ болмайды, 11 мың банк қызметкерлер жұмыссыз қалады. Қалсын жұмыссыз. Енді біз банкілер пайда табу керек деп, енді бүкіл азаматтар жылатып қойып жүреміз ба? Осыған қатысты біз бірнеше нақты ұсыныс беріп отырмыз. Мынау биометрия дегенді ұлттық банк өткізбеу керек. Мемлекеттің ЕГОФ арқылы биометрия өтсін. Мемлекеттік бар ғой, ақша төледік. Ұлттық банк сіздер пайда табам деп, кішкентай тиын тебен үшін банкілердің қызметкер болып жүрсіздер. Ал егер қазір биометрия заңы бұзылса, онда азаматтар ұлттық банкқа сотқа беру керек. Неге сіздер оны рәсімдейсіздер? Қалай өтеді? Ешқандай банкіге бармайды адамдар, ұлттық банкқа звондайды, біреу онлайн кім екен, үйде суға түсіп звондайды біреулер, алаяқтар. Ұлттық банк соларға дәлелдеп тұр. Я, бұл биометрия өткен. Өтпеген олар биометрияны. Өтірік барлығы. Бірақ енді қазір сіздер оны мойындамайсыздар. Себебі ұлттық банк жеке банкілерге тәуелді болып отыр. Себебі 5-10 теңгесін алып қойған ғой. Қалай ол өтпеді деп айтады? Өтті деп айтады. Не? Кешеде біз апардық бір-екі адамды. Ол адамдар өздері алаяқ дейтін суретін көрсетеді, үйінде суға түсіп отқан адамды. Ол неге банкіге кіріп отырмайды? Неге биометрия сол жерде өтпейді? Банкілер биометрия өткізуге құқық жоқ, егер азамат келіп видеоға түспесе, видеоға түсіп банкіде болмаса, ешқандай биометрия заңсыз. Сол себептен біз жаңа қабылдаған заң бойынша, мен босқа сұраған жоқпын, барлық несиелер жоққа шығарылу керек. Сосын енді негізгі нәрсе ЭЦП-ны біз алып тастауымыз керек. Әр несиені тек қана азамат өз аяғымен баратын болса, біз оны жаққа шығаруымыз керек. Сол себептен біз осы ұсыныс бердік, барлық әріптестерімізді қосылуға шақырамыз. Бірге қолдайық.